Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз ш дыбысымен әрпін өтетін боламыз. Ең алдымен менің сабағым сендерге бірінші көріну үшін каналға тіркеліп, лайк басып кетейік. Балалар, барлығымыз ш дыбысын қайталайық. Ш дыбысынан келетін сөздер айтайық. Шана, шар, шам, шаш. Жалпы ш дыбысынан келетін сөздер көп, балалар. Келесі сюжетті сурет бойынша әңгіме құрайық, суретке назар аударайық, балалар. Біз сұрақ қоямыз. Кімдер аулада жүр? Шара мен Шырын аулада жүр. Шора аулаға немен шықты? Шора аулаға шармен шықты. Шара мен Шырынға қандай шар берді? Шараға сары, Шырынға қызыл шар берді. Балалар, бізде қанша сөйлем болды сонда? Дұрыс, бізде 3 сөйлем болды. Балалар, бізде ш дыбысынан келетін қандай сөздерді айттық? Шара, Шырын, шора, шар деген сөздерді айттық, балалар. Келесі, балалар, шар сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Шар сөзі дауыссыз, дауысты, дауыссыз дыбыстардан тұрады екен. Қане барлығымыз ш дыбысын айтайық. Шар. Балалар, келесі қарамен жазылған сөздерді буынға бөліп және тұтастай оқиық барлығымыз. Аш, шаш, шар, шара, шам, шашу, шырша, шырмауық. Балалар, мәтінді барлығымыз тұтастай және буынға бөліп оқып шығайық. Бізге қуаныш деген мәтін берілген. Шынар мен Шырын аулада. Шона шармен шықты. Шырын сары шарды ал. Шынар сен қызыл шарды ал. Олар қатты қуанды. Балалар, сонымен бізде ш дыбысы сөздердің ортасында, алдында және соңында кездеседі екен. Мысалы, қуаныш бұл жерде соңында кездесіп тұр. Шона бұл жерде ш дыбысы басында кездесіп тұр екен. Жақсы, балалар, мәтінді барлығымыз жақсылап қайталап, буынға бөліп тұтастай жақсылап оқып аламыз. Келесі, балалар, бізге берілген тапсырма ребусты шешу. Ребусты шешу үшін бізге суреттерге назар аударып, суреттерде берілген заттың атын тауып және одан алып тастау керек әріптерді алып тастап, ребусты шешеміз. Бұл жерде бізде шырмауық деген сөз шығады екен.